таңға жайып оқиға болған ба, болмаған ба, әлде енді болады ма, белгісіз. Алайда жаңа жыл қарсаңында біздің қаламыздың кішкентай тұрғындары ерекше көңіл күймен әлде бір ғажайып сәтті асыға күтетіндері рас. Алып ұшқан бала көңілдің армандары аспаннан жауған ақша қардай тілектермен бірге Аяз атаның сыйлыққа толы қапшығына келіп жасырынатындай көрінеді. Ал енді ертек әлеміне сену сенбеу әрине өз еркіңізде. Елу жылда ел жаңа деген. Осы бұрындары маған хаттар қаптап келетін. Бүгінде міне Аяз ата собачка точка mail.ru. Бұғанда аптасына бір хат келе ме, келмей ме? Қазіргі балдардың сұрайтыны телефон, ноутбук, планшет. Оның бәрі құдай қымбат. Осы Аяз атаны олигарх деп ойлайды ау. Бұрынғы балалар Аяз атадан кітап сұрайтын, сыйлыққа конфет алма берсең мәз болатын. Қызым, осы саған хаттар келе ме? Ой, ата, менің подписчиктерім 20 миллионнан асады. Білесіз бе? TikTokқа, Instagramға салған фотоларым мыңдаған лайктар жинайды. Ой, жарайсың айналайын. Жарайсың. Сол лайктарыңа лайық бол ендеше. Жарайды, ата. Қазіргі балалар Аяз атаның бар екеніне сенбейді. Мен өзімді ойлап қоям. Бұл өмірде бармын ба, жоқпын ба? Оны бір Алла біледі. Өйткені сіз өзіңізді жарнамаламайсыз. Әне, ана шетелдегі бауырыңыз Санта-Клаус біресе бұғыларымен, біресе Кока-Коламен өзіңіз жарнамалап жатады. Ал сіз отырсыз, кім қашан хат жазады деп. Ой, айналайын қызым ай. Мейлі, сен жеңдің, сенікі дұрыс. Мен не, өзімді жарнамалайын деп әлде балмұздақтар атайын балаларға. Ал сіз қаланы, даланы аралап, балаларға не керек? Соны біліңіз. Қолыңыздан келсе, көмектесіңіз. Балаларға қуаныш сыйлаңыз. Сонда бәр өз орнына келеді. Ал мен сізге индрайвер шақыртып қояйын. Жарайды, қызым. Дегенің болсын. Шақырсаң шақыр. Сенің көлігің келем дегенше, менің кәуабым да дайын болады. Я, ата, сөйтіңіз. Бірақ сіз оған жай шыршаға бара жатқан әртіспін дей салыңыз. Ой, өздері білер. Сенсің? Сенбегені қойсын. Ол минутта келіп қалады. Киініңіз, ата. Мейлі, дайымын. Мен дайын. Әке, маған топ беріңізші. Әке, маған топ керек. Әке, әперіңізші. Менде 2000 теңге бар, қосам. Сіз 20 мың теңгесін қосаңыз. Әке, әперіңізші. Ой, балам, ойын түрінен не болды? Әке, маған доп беріңізші. Доп? Өткенде ғана 5000 алып бердім осыған доп. Бұл доп жоқ, жарылып қалған. Жарылып қалған? Шармасаған ол доп, жарылып қалатын. Аяғың шегесі бар ма әлде? Ой, әке, сіз сапасыз доп әкеп беріңіз. Маған нағыз футболдың добы керек. Қанша тұрады ол доп? Кемінде 25-30 мың теңге тұрады. Анау спорт дүкенде сатады.
базарда емес. 25 мыңға 5 тауып алмайсың ба оданша? Туй, әке, содан кейін тағы жарылып қалды деп ұрсыз. Қойшы болды. Ей балам, ей! Жиырма бес мыңға жарты ет аламын ба мен? Ассалаумағалейкум, Аяз ата. Уағалейкум ассалам, балам. 7-ші клиентім өзіңіз болдыңыз. Бәрекелді. Бәрекелді. Мынау берекелі орманда басын иіп тал тұрар, берекелі таксиде бата беріп ақсақал тұрар дейді. Әумин. Әр күнің мерекелі болып, табысың мол болсын, әумин. О, мына батаңыз үшін сізді тегін апарып тастауға болады. Так. Батанды өлтіресіңдер, әртістер. Әртістіңдер ғой. Әртіснес, балам. Сіздікі де, менікі де бала шаған қамын деп жүріп атырмыз. Сөздің ашық айтыр, бір тиын болса деп. Менікі мақыл оңай ғой, мына жыл таксидің ішінде отырамыз, адам тасып. Сіздікі қиындау, Неге? Ана үстіңізде кейін бір киес, бір шешес, терілеп жүріп аяз жаман кәз. Тұмау дейік қамасын, тұмау да қайтпайды кәз. Ой, мен қайта аяз болмаса ауырып қалам. Тұмау деген не болды тайыры? Ай, қадырас. Аяздаға мен де баяғыда бала күнімде жүдә қатты сенетімін. Ой, бала кезімде не сұрағаным әлесінде. Не сұрадың? Канки сұрағаным, канки. Берді ма? Со қуанғаным айтып отырмын ғой, қуанғаным әлесінде деп. Бірақ сөйтсем Аяз атаме сол канкиді анам байқұс берген екен ғой. Мен қайдан білейін. Сеніп жүр қой. Анаң арқылы беріп жіберген да. Алсаң болды ғой ең бастысы. Ол жағын ойламаппын, Ата мына қыздап кетейік, Әкетейік. Жауырап қапты ғой. Иә. Так. Ал қызым қайда? Адырбек бай елу төртке. Кел айналайын қызым. Адырбек бай елу төрт, бағытымыз дұрыс. Ой, саламат ба қызым? Саламат па Аяз ата? Саламатсың ба? Күн суықта қайда шықтың? Мен Мейрам кино студиясына үлкен кастингке бара жатырмын. Ой, жарайсың. Кастинг дейді? Я, ол шеттен өтіп кетсем жақсы болар еді. Ой, өтесің. Ол жерде мен сияқты балалар өте... Ой, қызым, қанша көп болса да, Аяз атаң суф десе, өтесін де кетесің. Ол кастинг деген, ол канки емес қой. Иә? Өтесін де кетесің. Сен Аяздаға хат жазғасың ба, қызым? Былтыр жазғанмын, биыл жазбаймын. Неге? Мен оған хат жазғанмын. Бірақ ол менің хатымды оқыған жоқ. Ренжіп қалған екен ғой, қызым. Жарайды, қызым, жарайды. Ендеше кастингнен сүрінбе түсіп. Әні, енді өтесің кастингтен құдай қаласа. Мына Адырбек бай 54-ке келдік, қызым. Кастингтен өтіп кет құдай қаласа. Рахмет ата. Все ғой. Жақсы қызым, сау бол. Ой, қызым, төлемейсің бе жерсің? Сау болыңыз. Мен төлей салам. Бәрекелді бол. Төлей салам. Ой, Аязда, батаны қатырасыңдар әртістер. Мен де сеніп қала жаздадым ғой. Сенің не арманың бар? Адамда арман шіркін таусылған ба? Біздің арманымыз сол ел тыныш, жұрт аман болса, сол да жетеді. Ой, бәрекелді. Ендеше арманың орындалсын. Сүф! Әумин. Қаныңызын Акелла, саған рахат. Түп керек емес, сабаққа бармайсың. Мына менен сен ойнай бер. Тістеп, жыртпастыршы. Әкем көрсін. Бірақ ол саған не дейді? Ит екенсің дейді. Басқа не дейді?
Келесі. Саламатсыздар. Саламатсың ба? Менің атым Арафат, мен өмірдемін. Вау, сіз Жасмин апай емессіз ба? Томпақта түскен. Иә. Мен де сіз сияқты жұлдыз болғым келеді. Өте қатты. Киноға түскің келеді ғой, Иә ағай. Онда мен саған қазір тапсырма берем. Соны орындасаң, түсіреміз. Жарайды ағай. Мысалға, сенің класстағы балдарың біреулермен футбол ойнамақшы. Сен футбол жақсы ойнайсың, бірақ олар сені қақпашы етіп қоймақшы. Сенің реакцияңды айтшы. Неге мен қақпашы? Мен дегенін Мессиден де жақсы ойнаймын ғой. Төртпесем былай шырқана. Роналду сияқты бір теп гол салмаймын ба? Жарайды, эмоцияң өте жақсы, сен өтесің. Рахмет ағай. Келе ғой. Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба? Менің атым Мереке, жасым 9 жаста. Жақсы, Мереке. Енді сен ана суреттерге қарашы. Ана қыз ашуланып тұр, ана бала да ашуланып тұр. Сондай эмоцияларды сен көрсете аласың ба? Жарайды. Енді былай, мен саған тапсырма беремін де қазір. Мысалға, сенің бір әдемі көйлегіңді бір құрбың алып киіп кетіпті да, сен соны жасап берші бізге. Не дейсің эмоцияңды? Сен неге біреудің көйлегін киесің? Мен саған өзімнің көйлегімді ки деп айттым ба? Жақсы. Енді мынандай, өзінше бір қыздар болады ғой, мысалға ше, ешкімді жақтырмайтын, сондайды ойнап бере қойшы. Жабыспашы маған. Ылғида жабысып жүресіңдер. Енді былай етеміз. Сен жейдеңге қара, мынау Аяз атаның суреті тұр, Сен өмірде Аяз ата бар ма, жоқ па? Аяз атаға сенесің бе? Білмеймін. Таксиде келе жатып, Аяз атамен сөйлестім. Бүгін бе? Я. Аяз ата айтты, кастингтен өтіп кет, суф деп айтты. Аяз ата. Онда Аяз ата суф десе, сен кастингтен өттің. Бара бер. Жақсы. Рахмет сіздерге. Жақсы. Бука, қалайсың? Настроение наскиге түсіп кетті ғой. Қойш, әкеме бір дұға берді, қымбат дей береді. Доппа. Қойш, баса алмасын, доп тағылар. Қойш, философ. Қымбат дегенде қаншасын ғой? Спорт дүкенде 25-30 теңге деп тұр. Қымбат да екен. Бірақ атам айтып отырушы еді, өмірде денсаулықтан бат ештеңе жоқ деп. Баса алмасын досым. Философ, қойша, бір нәрсе айтпай. Мен таптым, сен бұлай ед. Жаңа жыл жақындап келеді, солай емесі? Тоғы барсандай ма екен? Жоқ, сен тыңдасаңшы. Сен Аяз атаға хат жазасың. Сөйтіп оны әкең оқитын жерге қалдырып кет. Аяз атаға хат? Анам екеуміз бірінші классқа дейін жазғанбыз, содан кейін жазбайтын болдық. Өйткені оны Аяз атамыз әкем алып келетінін білдім. Міне, жазбасаң жазасың. Мен де дәл солай былтыр Аяз атаға хат жазып, әкем алып келген соң өткенмін. Не деп жаздың сонда? Тұрып бір бет жаздым ғой. Не oldu сонымен? Не сұрап едің? Аяз ата болғанда оқып, күндеп сұрайтын еді ғой. Не сұрап едің сонымен? Мына телефонды көрдің бе? Былай жазғанмын ғой. Маған телефон сабақ оқуға, білім алуға керек. Ойын ойнауға емес. Білмеген нәрсені білсем деймін. Телефоным болғанда сабақ үлгерім жақсарады. Бірақ сабақ үлгерім жақсарды деп айта алмаймын. Міне телефон, сен де солай ет. Ал өзің сенесің ба? Сенгенде былай ғой. Мен жаңа жыл күні шыршаның астына жаңа телефон таптым. Әкем демес, мен демес. Мен олай өтірік хат жаза алмаймын. Онда доп жоқ соған. Әне, Арман да келе жатыр. Салам, қалайсыңдар? Жақсымыз. Келесі аптада 25 мектепте футбол ойнаймыз. Сен қақпашы боласың. Неге мен қақпашы? Мен Мессиден де жақсы ойнаймын ғой. Төртпесем былай шырқай. Бір Роналду сияқты бір деп гол салмаймын ба? Қойшы мақтана бермей. Көрдік өткенде қалай ойнайтыныңды. Болса қақпашы боласың.
кейде қақпашыларда ойын алаңына ойнап кетпей ме? Мен де дәл сөйтіп, доптағын біліп, Месси сияқты алдап, Рональдо сияқты бір тесімше. Арман, сен Мессиде олма, Рональдода болмай қойшы. Қақпада тыныш қана тұршы. Қақпашы тыныш тұрса, доп кіріп кетпей ме? Одан шем Арсен секілді допты атып қағып, Месси сияқты. Жоқ, Арман, сен Мессиде болма, Арсенде болмай қойшы. Сонда Рональдода болмай қойын ба? Жоқ, Арман, өзің болшы, Арман болшы. Бастысы қақпаны дұрыс қорғасаң болды. Жарайды, бірақ ұтыл қалсақ менен көрмеңдер. Неге ұтыламыз? Біз жеңеміз. Қап доп болғанда, я? Өткенде добым жарылып қабет. Ой, қойындаршы, кетіп сабаққа кешіп қалмайық. Қас кешіпсе, апа өзі өлтіретін еді. Келесі. Саламатсыз. Саламатсың. Менің атым Азамат. Менің жасым 13-те. Мен киноға түскім келеді. Не өнерің бар көрсететін бізге? Мен туканы сап бере аламын. Туканы? Жақсы, сал. Тема. Жүз бегел. Мынаны көрдің ба? Мынау бүркіт, мынау Айша, қол салсын бабаң айтсаң. Маған әйел тапсыңдаршы. Өз жүре береміз, бойдақ болып өтеміз ғой. Маған әйел табыңдар. Сіз тап. Мынаны көрдің ба? Бетің удар болып қалып қалады. Мына удар деген жүр бетіңе қалады. Түсіндің ба? Давай маған тез әйел тап. Мен демалып отыра тұрайын. Шаршап кеттік қой. Болды, жақсы. Өте жақсы, өттің. Бара бер. Сонымен, мейірімді, ақ көңіл Аяз ата балалардың арман тілегін орындайлар ма екен? Ол құдай емес қой. Ақшасы көп олигарх та емес. Сонда да оқиғаның жалғасын көрейік, е балалар? Сәл сабыр етейік онда. Ал балалар, 2-ші тоқсан аяқталып, жылдың соңы да келіп қалды. Апай, жаңа жылға жақындап қалды. Біздің жаңа жылымыз наурызда. Солай ғой, апай? Дұрыс айтасың, Айдос. Біздің жаңа жылымыз наурызда. Наурызда күн мен түн теңескен кезде көктемде тойлаймыз. Ал бірақ жаңа жылды мұна бүкіл Европа елдері, жалпы әлем тойлайды. 31 желтоқсан күні біздің күнтізбегіміз ауысады. Жаңа жылға жаңа жоспарлар құрылып, жаңа жұмыстар бастаймыз. Е? Апай, қайсысы дұрыс өзі? Наурыз ба? Әлде осы жаңа жыл ма? Апай, осы Аяз ата, қарша қыз дегені бар ма өзі? Біз жылда елка құрып қарсы аламыз. Келмейді. Я, келмейді ғой. Ал біздің үйде анашым жылда манты жасайды. Біздің үйде де. Бізде де солай. Сағат 12:00-де президент сөйлейді. Ал сосын от шашу атылады. Бабақ деп ба? Я, солай. Дұрыс айтасыңдар. Бірақ, балалар, біз жаңа жылда ерекше көңіл күй сыйлайды жаңа жыл, бәріміз білеміз оны. Осы кезде бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, жақсы бір сыйлықтар сыйлаймыз, дұрыс па? Апай, мен Аяздаға хат жазамын, өзіме қажетті нәрсемді сұраймын. Аяз атадан емес, Құдай атадан сұрау керек. Әжем айтқан. Мүмкін, Аяз ата осы біздің хаттарымызды Құдай атаға жеткізетін шығар. Хатыңды кім оқиды? Әкешің сол затты сатып алып береді ғой. Аяз ата емес. Аяз ата жоқ. Аяз ата бар. Ой, өтірік саған. Аяз ата бар. Сен көрдің өзі өз көзіңмен. Ой, өтірік сақал жабыстырып алып, киініп алған. Ол өтірік. Әртістер олар. Қыдыр ата ше, ол бар болса, Аяз ата да бар. Қыдыр ата да жоқ. Балалар, тынышталамыз. Не болды сендерге? Қане, былай жасайықшы одан да. Қазір барлығымыз Аяз атаға хат жазамыз. Кімнің хаты мазмұнды, қызықты болатын болса, сол 90-дыққа 5 шығады. Қалай, жазамыз ба? Жазамыз. Мен жазмаймын, Аяз ата жоқ. Айдос, сен олай деме.
Аяз ата бар ма, жоқ па, ол басқа әңгіме. Мен дәл қазір сендерге тапсырма бердім, оны орындаймыз. Түсінікті ме? Түсінікті. Егер жазбайтын болсаңдар, осы жаңа жылдық каникулда әдебиет пәнінен қосымша сабаққа келесіңдер. Ой. Жазамыз ба, жазбаймыз ба? Жазамыз, апай. Қане? Апай, мен Астананы көргім келеді. Аяз атаға соны жазам. Жарайды, жаза ғой, өте жақсы. Мен Аяз атадан мысық сұраймын. Апай, менің апам тұмау тиіп ауырып жүр. Аяз атадан апам жазылып кетсін деп сұрайым. Қап, өкінішті. Жарайды, жаза ғой. Бірақ міндетті түрде дәрі ішіп, укол салдырсын, жарай ма? Аха, айта ғой, Арман. Апай, мен Аяз атадан футболдан 25-ші мектептің балаларын жеңейік деп сұрасам бола ма? Арман, ол енді Аяз атаға емес, өздеріңе байланысты ғой. Жақсылап дайындалсаңдар, жеңесіңдер әрине. Арман, отыршы, оларды өзіміз жеңеміз. Я, өзіміз жеңеміз. Онда мен велосипед сұраймын. Майда шүйді емес, бірден машина сұрай салмадың ба? БМВ, хат жүрет. Қойыңдар балалар, Аяз атадан ондай қымбат нәрсе сұрамаймыз. Ол кісінің ақшасы жетпей қалуы мүмкін. Сендерден бөлек қаншама бала хат жазады. Түсінікті ме? Апай, сіз ше, Аяз атаға хат жаздыңыз ба? Мен бе? Я, апай. Я, жазғанмын. Апай да жазыпты. Өскенде мұғалім болсам деп армандайтын едім. Жарайды балалар. Жарты сағат уақыт беремін, тез-тез арманымызды жазып тастайық. Жарай ма? Жарайды, апай. Қане балалар, уақыт аяқталды. Өткіземіз. Әкеліңдер. Апай, Ербол айтыңызшы, менен бәрін көшіріп алды. Ал мен Аясадан кесет оқитын багетпен түрлі түсті жіптер сұрағамын. Қыздарға керек заттар ұлдарға не үшін қажет? Ербол, бұның не? Кешіріңізші, апай, енді қайталанбайды. Ендігіде өзім жазам. Енді не кесет оқисың ба? Болат, сен неге өткізбедің? Мен еш нәрсе жазған жоқпын. Қайда кетіп бара жатыр? Ештеңе жазбапты. Бұл балаға не болып жүр? Жарайды балалар. Мен осыған қарап 90-дықтарымды шығаратын боламын. Келесі кездескенше. Жақсы, сау бола қойыңдар. Сау болыңыз, апай. Балдар, байқадыңдар ма? Болаттың көңіл күйі жоқ қой, ренжіп кетті ғой. Мүмкін ауырып жүрген болар. Сен білесің бе, Ербол? Я, білемін, ол доп алғысы келген, бірақ доптың бағасы 26 мың. Ол допты алғанымен өзі ойнамайды ғой, біз де ойнаймыз. Яғни класста 26-мыз.
әрқайсымыз 1000 теңгеден жинасақ, оған доп алып беруге ақшамыз жетеді. Бәріміз жинайтын болсақ, бәріміз ойнаймыз ғой. Жинаймыз ғой. Және де оның туған күні жақындап келеді, солай емес пе? Жинаймыз ба? Жинайық. Міне менде 1000 теңге бар. Менде де бар. Тезірек жинасақ, тезірек аламыз. Ой, бүгін бургер алып жейін дегенім, жарайды. Көп жіберме, сеуіп кетесің. Сен Аяз атаға не жаздың? Осы қысқы демалыста Астанаға барайын деп жаздым. Менің ойымша, оны анашың айтқан дұрыс сияқты. Сонда тезірек барасың. Анашым айтқанмын, бірақ қашан баратымыз белгісіз. Ал сенші, сен не жаздың? Мен бе? Мен Арай апай сияқты мұғалім болғым келеді. Өзі айтты емес пе кішкентай кезінде Аяздаға хат жазғанмын деп. Иә, армандар орындалады. Мен саған жаңа жылда хабарласамын. Астана не болды деп. Көрейік, Аяздаға хат жетті ме екен. Ал мен сенен 15 жылдан кейін сұраймын. Мұғалім болып жүретініне сенімдімін. Дұрыс, сенде? Келесі. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Менің атым Анықбай Батырхан, менің жасым 10-да. Мен киноға түсуге келдім. Батырхан, сен Аяз атаға сенесің ба? Жоқ, мен Аяз атаға сенбеймін. Неге сенбейсің? Өйткені мен ол кезде 7 жасар едім. Сол кезде біздің үйге Аяз ата келіп еді. Сосын біз інім екеуміз Аяз атаға тақпақ айтып беріп, өзіміздің сыйлығымызды алдық. Сыйлық алған кезде біз қатты қуандық. Ас ішіп жатқан кезде бір қарасам, Аяз атам сақалын төбеге көтеріп қойып, қазығымен тамақ жеп отыр екен. Мен судан бері ой деп Аяз атаға сенбейтін болдым. Жарайды, Батырхан, сен бос уақытыңда немен айналысқанды жақсы көресің? Футболмен айналысқанды жақсы көремін. Сен футбол жақсы көресің ба? Иә. Жақсы ойнайсың ба? Мен футболда команданың капитанымын. Команданың капитанысың ба? Иә. Яғни өте жақсы ойнайсың, Иә. Футболдың капитанысы. Жарайды, бара бер. Рахмет. Келесі. Келе ғой. Саламатсыздар ма? Саламатсың ба? Менің атым Балжан, жасым 8-де. Балжан, сен бізге қандай өнер көрсете аласың? Мен TikTok түсіргенді жақсы көремін. TikTok дейді. Көрсете ғой TikTok'ыңды. Болды, жақсы, өте жақсы, өттің. Бара бер. Рахмет, сау болыңыздар. Ал Арман, саған сенеміз енді? Неге маған? Мен қақпашымын ғой. Сен енді қақпаға доп жібермесең болды ғой, сонда біз жеңілмейміз. Сендер сонда не бітіресіңдер? Жарайды, мен қақпаны қорғайын, бірақ менің қақпама допты жолатпауға тұрсыңдар, ойнаңдар жақсылап. Жігіттер, мықты ойнауымыз керек.
Негізі олар бізден мықты. Қорқпа, біз олардан да мықты ойнаймыз. Қане жігіттер? Алға, 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 алға. Бәрібір жеңілесіңдер, әуре болмай қойыңдар. Сенімсің бе? Кім мықты ойын көрсетеді? Сенімдімін, сындырып тастаймыз. Ей, сен кімсің біз сындырып тастайтын? Біз саған сына салатын. Таяқ қылып тұрмысың? Сен кімсің, а? Міне аулап тұрған. Қақпашымын. Ого, голың бәрін саған соғат екенбіз ғой. Дайындала бер онда, қақпадан доп теруге. Сен мақтана бермей, алаңға көрсет өзіңді. Арман, сен бара бер. Мен сендердің дайындықтарын көргенмін. Жөнді доптарың да жоқ қой. Доптарың ұқсап желдерің шығып кетпесін. Көреміз кімнің жел шығатынын. Әңгіме допта емес, ойында. 5-0 боласыңдар. 0 сендер ма? Ойын басталады, алаңға шығыңдар. Кеттік жігіттер. Қорғайын қақпаны. Қорғайын, несі бар? Давай, Арман! Жөнеп тұрмайсың ба? 1-0, енді 4 гол соғамыз. Әлі уақыт бар. Бәрібір жеңілесіңдер. Ортадан бастаймыз.
метрлік. Сонымен 4-3 есебімен алға командасы жеңіске жетті. Жарайсыңдар жігіттер. Алға, 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 алға. Ал енді бұл оқиға қалай бітті, немен аяқталды, өздеріңде сезіп отырған боларсыңдар. Қысқасы, бәрі де жақсы болады. Армандар орындалады, балалар. Тек соған сену керек. Ал Аяз ата арман тілектерді жеткізуші ғана. Иә, солай. Аспаны жауған ақша қандай ақ тілектер орындалады ғажайыпсыз уақытта. Қарсалар сәтте бірге болған ақ жүректер кенелер жаңа жылдан бақытқа. Аспаны жауған ақша қандай